Соңғы кездері Орал өңірі газетінде Жайық қалашығының тарихына, тағдырына қатысты біраз мақалалар жарық көрді. Қазір Орал қаласының тарихына қатысты әртүрлі алып қашпа әңгімелер тағы көбейе бастады. Кезінде Орал өңірі газеті осыдан бір жыл бұрын Жайық қалашығының жұртын аспан асты музейге айналдыру жөнінде мәселе көтерген болатын. Осы бағытта қоғамдық қор құрып, жұрт болып жұмылсақ деген. Осы мәселеге көзқарасыңызды білдіре кетсеңіз. Рахмет. Жайық қалашығының ашылуы бұл Батыс Қазақстан облысындағы ескіден қала мәдениетінің болғанын дәлелдейді. Бұл Жайық қалашығының ашылу жөнінде орасан зор қазба жұмыстары, ғылыми шаруалар атқарылды. Бұны ашық музей ретінде ұйымдастыру жөнінде жоспарларымыз бар, бірақ оған 1 миллиард 200 миллион теңге қаражат керек. Бұл қаражатты біз республика бюджеттен алу жөнінде мәселелерді қарастырып жатырмыз. Қазіргі таңда қазбаларды өзіңіз білесіз, атмосфералық жауын-шашынға, желге, басқа да табиғаттың құбылыстарына эрозия болып жойылып кетпеу үшін оны қайтадан көміп уақытша сақтауға қойдық. Бірақ болашақта бұны ашып, туристердің келетін бір маңызды жеріне айналдыру жоспарымызда бар. Әрине бұл өз қатарында бюджетке де